екі ортаға салынып жатырған алтын көпірлеріңізде дайын жылдық болсын. Құдаларға қош келдіңіздер деп отырып ортаға бір жақсы бір би болсын дейміз. Келіңіздер, той құтты болсын. Hocalara var, kaçtı oldu. Ya şimdi tanıştırabilirim. Maksimum Güzel деген мен келіншегімнің туған ағасы болып Нағашыбай деген. Байдагөлдікі осы Қазалыда тұрды, Совет көшесінде. Соның үлкен қызы. Нағашыбай ағамыз қайтыс болды. Мен бұл келіншегімнің ағасы, туған ағасы. Соның үлкен қызы Наскен деген. Түркістаннан келіп отыр. Қасында жолдасы Медет деген мен Түркістанның жігіті. Сояқта оқып жүріп, сояқта бір-бірін тапқан, Құдайға шүкір жарасып, қазір өлі шүрлі, соларда ата енесін бағып отқан жайы бар. Мына одан кейін отырған мен Гүлзирамның туған апасы Гүлмираш деген. Өзі сондан енді қазір ағамыз бар, Сырбай деген. Соғысы ауырып қайтыс жатыр. Осы екеуі қалды. Қалғандар майдашты болып кетті. Одан кейін мен Бағдагүл деген мен Мажамның келіншегім. Мажамның? Немересі. Немересі. Одан кейін мен өзім келінім Сара деген. Қане Сара? Түргел түкпеш. Өзім келінім. Немере. Жақын. Байғат деген ағамыз бар. Ният деген менің әкем бар. Бәрі бірге жүріп, бірге өскен немерем, соның келіні. Одан кейін мен Бозгөлден келіп жатқан нағашым бар.
жанымызда нағашым бар, Совет деген. Бұл кісіге бұл өмірде қарыз болып кетті. Әлі қоймайды. Бір баяғыда әрбір кетіп батқанда әкешесі қайтыс болып, бір ала сиыр болған қолында. Қызыл ала сиыры. Соны мен әкемен шешем енді жеге ғой. Әкеме әкеліп тастаған. Сол өліп қалып, аяғында басында өліп, әлі сұрайды. 48 жыл болып, әлі қоймайды. Құлатын уақытың болып. Ол қанша емесінде құлады көрді ғой. Қасында келіншегі қара кесек, Жәмегүл деген жеңгеміз. Одан кейін жаңа айтып кеттім, Байбат деген көкеміздің ең үлкен қызы, айдай сұлу, осы Қазалыда еңбегі сіңген қазір Қызылордада тұрады. Қазалы темір жол больницасының главный медсестрасы болды. Құдайға шүкір, осы жақта атағы шыққан жайлы Соня деген апамыз. Соня дейміз, сәл күлдісіп, Соня деп айтты. Үлкеннің апасы. Одан кейін өзіміздің қазір шешемізде, анамызда көрші Құдай көршіміз, туысқаннан да жақын дейді. Зілха деген апамыз. Көршіміз, арамызда үй жоқ, шатақ жоқ. Үйді көп айтырыз, шатақтан бөлмегенбіз. Сөйтіп, бірге тұрып, қазір Құдайға шүкір жақсы, қалашағым бірге қатысып, мен келіншегім осылардың қыздары болып, мен осылардың ағамыз қайтыс болып кетті. Содан кейін балдармен осы Құдайға шүкір балдармен бәрімен қатысып тұрамыз. Мынау ең кіші балдызым мен Дәурен деген. Осы сияқты Қазалы ауданының жеркомының бастығы. Пожалуйста, адамға жерлерің керек болса, Дәуренмен басында бар. Хабарласасың бәртек. Дәурен. Ал енді мына жақта кешеден бері атсалысып жүрген, осы жақта 77 жылы, осы жақта 420 деген мектепті бітіріп, соған 7 класс бітіріп, соның ішінде 68-70 бала бірге жүрдік. Соған әлі келе жатырмыз. Құдайға шүкір, жақсымыз. Содан қалған енді бірсыпырасы қайтыс болды. Бірсыпырасы сыртқа кетті. Соның енді ауылда кеше-кеше жағын көрдіңдер ғой. Құдайға жақсыған. Соның ішінде осы ауданға белгілі аудан әкімінің бірінші орынбасары Толыбай Бәділов Жүсіп деген болды. Аудан поселкінің әкімі, городтың әкімі Дәулет Текбаев деген болды. Қазалыда, осы ауылда жігіттердің өзі Шайхсан, Түркістан, Қызылорда, Сексеуілге дейін военный охрананың бастығы болды. Марат деген жолда шірет бол, полковниктен отставка шықты. Ақбаев Амангелді осы жақта құрылыс мекемесін басқарды. Әкімнің бірінші орынбасары болған. Қазір Алматыда тұрады. Енді Дәулет қалған өзін таныстырып не түсірсек. Жоқ, айтып болған жоқ. Қалай бойда келшектер мағандар ба? Ассалаумағалейкум, қадірмен құдалар. Келген қадамдарға нұр жолсын. Енді Азырген құда таныстырып жатыр ғой да, үлкен емес, Нағашыбайға деп. Нағашыбай ағамыздың бала күнімізден ауыл шаруашылығында қасында іні болып жұмыс істеген музыкант марштар. Ерғали ағам бар, біз партсезде Жұмағали Өтепбергеновтің шәкіртімін, соның орын басым. Сөйтіп ауыл шаруашылығын бірге дамытқан, сосын Нағашыбай ағамға қол соғып қойшы, ауыл шаруашылығында адамдардың көрі рахат тапқан. Еңбек адам. Құдалықтың шарттау шегідері болсын де, бір-біріне кездесу, жақындасып танысу, сонда еді бір қысқаша таныстырып өтейді жаңа. Ат үсті айтты біздің Мұсабек. Енді ортамызда Толыбайды айтты, жаңа жасы үлкеннен бастайын. Толыбай Бәндірді Жүсіп деген өмір бақиында мемлекеттік қызметте жұмыс істеген, қазір жиекке шыққаннан 4 жыл. Жаңа айтқандай аудан әкім бірінші орынбасары, Нұр Отанды басқарды, ауданның дасақын басқарды. Істеген қызмет жоқ, ең соңғы қызметтері ауданның мәдениет түрлері дамуды бөлім басқарған. Отбасылы, балдары Құдайға шүкір үйлі барғанда, бір баласы ауылда, бір баласы Америкада. Құдайға шүкір бір қызымыз Алматыда тұрмыста балды шағалы. Одан кейін жасы үлкендерге келетін болсақ, қасымда тұрған Талғат Соғытбаев деген біздің досымыз. Қазір қазақстан құрылысындағы
үлкен газ саласында, соның медицина саласында жұмыс жасайды. Одан кейін келіп жатқан Ақбаев Амангелді, Жетелбайұлы, Қазақтың тумасы, біз бәрі параллель оқыған, бірге мектеп бітірген, көптеген адам. Қазір Алматыда тұрып, келешегі бәрі, бала-шағасының бәрі өсірген, дәулеттің ұрпақтары осы тойға бола әдейі келіп жатыр Алматыдан. Одан кейін Шайыстанды айтты жаңа, Ахманбет Шайыстан аралығының жігіті, бірақ ол кезде 9 жылдық, 10 жылдық мектеп болмайды, біздің мектепте 1 жыл оқып, содан бері қатысып кетеміз. Құдайға шүкір. Енді қыздардан бұрын кімді айттым, Марат Тубасы, ішкі бөлімден аттап шыққан. Одан кейін Россияның азаматы Байқоңырда тұрады, сол Ресейден елге шыққан зейнеткерлікке офицері, Ресей армиясының офицері болған. Ауған соғысының ардагері 80-81 жылы Ауғанстаннан тұрсайшы орды. Ұяты жоқ, өнер адамы. Путин мен Назарбаевтың алдында өлең айтқан Байқоңыр қаласында. Қалған жігіттерді айта беретін болсақ, бәрі ауылда жоқ бірталайы. Ертерек кетіп қалып, сол ауылда жоқтардың жолдастарын, келіншектерді таныстырайын. Мынау Күлей деген азамат біздің Үшел деген азаматымыз болған, Транстелекомның бастығы, қырғыз жігіт. Март болып кетті 2017 жылы. Соны келіншегі Күлей тұрып тұрсайды. Қазір баласы сол әкесінің бастырған мекемесін басқарып Транстелекомда. Одан кейін Мәлімчар Меребек Матығұл деген бар. Март болып кетті 2020 жылы 26 июньге тұрып. Соны келіншегі Зейнеп деген келіншегі. Одан кейін Ешмұрат Темірбай деген теміржол саласының ардагері 2005 жылы 7 майда қатысып кетті. Соның келіншегі Гүлзар, менің құдашам. Айта берейін. Одан кейін бар да. Одан кейін Мәдина деген біздің досымыз, Жарылқасын Ибраев деген біздің досымыз теміржолда локомотив депо Нұрлан Андағанбектің орынбасары болған. Ол да қайтысып кетті. Меребектің атынша 2020 жылы қайтысып кетті. Жоқ, мен жесір емес. Жесірімді айтып бағадан таптырып, сен таптырып. Құдай бақшы, жесірімді тастамаймыз. Орталықта жүр, жайнап. Одан кейін Әлімжанның жолдасы Алмагүл Шалқардың қызы Байқоңырда тұрып, орыс па, қазақ па түсінбейді көрді. Қазір билігінде жағай әтпейді, бұл жақтар түсінбейді. Енді қалғанда бір жақ болды өз мен? Бажамды айтты абай. Қалған тұқтан сәресі. Ал енді нұр жолсын, балдар бақытты болсын. Мен өзім осы Қазалының тумасын, Станцияның баласымын. Осы ауыл шаруашылығын бітіргенмін. Сосын жаңа Толбай досым сияқты осы ауыл шаруашылығы арқылы Совет партия қызметінде істеп, Түрі Таласа орманда басқарып 9 жыл қала поселкінің әкімі болдым. Одан кейін түсіп қалдым, қайтам бітіп, өмір сүріп бәрі жүр. Қазір мына тазалық қойыңызым, пенсияда жүрсеңде. Бала шағамда келіншегім десе болған тойда, бүгін енді келем дей ма? Ол да ұялмайды екен. Ал қадамдарға нұр жаусын, балдары бақыт болсын, гүл сезіммен біздің жасыларымыз ұзақ өмір сүріп, ата-анасына енді сыйлы азамат болып басылсын. Шайыстан мына агро туралы бір айтатын ғой. Осы ауылда жаңбыр жауып тұрса, агроның не қажеті бар дейді. Ол главный агроном партиязде болған. Мына жерде мен бажам алып қойыпты. Таңатар деген соның бастығы. Осы жігіт қасында менің бабызым келіншегі. Жаңымда столда тұрғасын, байқамай қалып қойды. Бәрекелді. Ал енді танысып, білісіп болып жатырмыз. Той құтты болсын баршаңызға. Енді дастарханды ашсын деп, мен енді майданның үлкендеріне тілек берейін. Көкелерім дастарханды ашып берсін. Adamlarla nurlu olsun, vakti olsun, armanlara geçsinler, toylar seversin, kutu olsunlar. Sonra bir de ayda
Koyun bitti, gerek Ал Құда жігіттен мына жерде ешкінің берінде қандастарым, жиендерім осы тойға атсалысып жүрген сол апам бар. Мына жиенім айтады ғой. Той бітті, енді біз керек емес шығамыз деп. Сол ал шетінен бәріңді түргеліп тыңдашы жүрген. Таныстырдым. Одан кейін Байқоңырда тұратын Райкүл деген қарындасым бар. 63 жылда сояқта тұрады. Байқоңырдың қазір 93 жылы бәріңді білесіңдер, Қазақстанда жұмыс жоқ, барлық совхоз қылады. Соны жолдас екеуі Байқоңырда орын тапты. Ояқта жаман болған жоқ, жақсы болды. Одан кейін Бақытгүл деген қарындасым Ақтөбеде тұрады. 89 жылы өзім үйлендіріп, сояққа туған беріп, сояқта Құдайға шүкір, сояқтың азаматы Марат деген күйеуі бар, малдары бар. Осы сояқта отаудың егерлері. Жақсы, Құдайға шүкір, өздерінің тіршіліктері бар, бір баласы бар, өздерінің нелері бар, әйтеуір өмір сүріп жатыр. Жаман емес, айтпай қояйын. Маған көденің арнасы осы жақта медсестра болып істейді. Осы онда Арайын больницада. Еділ деген кеше біреуін байқамаған шығарсыңдар. Шамалы кішкентай жүгіріп, қолдарын орталарында билеп жүрген сол жолдасы Еділ деген. Қазір қалып қойып жаңа кеше Ақтөбеден келген құдалар осы кісілердің несі құдасы. Сол біздің тойымызға қатысқан себебі бар. Одан кейін Балымша деген Жақайымдың келіні. Жаңа басқарып жүрген туған қайынсы. Сол осында Жақайым істеутерді біліп шығарсыздар. Рахаш дегенді, Асия дегенді, соның келіні. Бағымша аты кімнен кейін? Ақтөбеде тұрады. Жаман емес, Ақтөбеде тұрады. Келі. Жәдігінде айтып отырмыз істеу. Амалдың жеңгесі. Айттым. Одан кейін Ороза деген қарындасым, ол да Ақтөбеде тұрады. Құдайға шүкір жақсы. Гүлмира деген қарындасым, ол келмей қалып сол. Келеді. Келеді. Онда Текбаева келеді опозданием. Гүлнар, бір минут тұр. Гүлнар Текбаева деген өзіміздің белді қыздардың ішіндегі атаман деп ол. Гүлнар Текбаева. Туған кезінде қазір Құдайға шүкір 4-5 жыл болды, пенсияға шықты. Жаңағыда таныстырып отырып келе отырған. Ақбайдың асы бар. Бір стол бар дейінші Ақбайдың асы. Бар. Келеміз. Алмас деген жігіт жаңағының баласы, үлкен баласы, кешегі бір той болды осыдан 20 күн бұрын, 25 күн бұрын. Сол келін алды, осы жақтан. Алмас есімі. Пятый кварталда тұрады. Серік деген мен үлкен балам, Ақтөбеде, Құдайға шүкір, Айс деген фирмада оператор болып істейді. Одан кейін Берік, бұл кісі жақсы, Қырымтаудың сояқта бір начальник участок болып істейді бір кісінде. Немістің бір мекемесі бар, сонда начальник участок. Мына Серік деген менің інім, апам таныстырдым ғой, көрші, жақсы, Құдай көрші, өмір бақи, жақсы бірге тұрып, бірге жүріп атқан жайыңыз бар. Осы қазаншы бір жана. Қандай музыкант еді ме? Осы жақта музыкант школының директоры, қазір жақсы қызметте, Құдайға шүкір, жақсы. Бәрекелді, енді таныстық білістік болып жатыр ғой. Асы кейін жаңа соңғы келгендерді айтшы беріп көрсетеді. Айыры тұрғандарына шағын қолында
шалды бағып отырған ілім бар кенже деген шархан деген көрдіңіздер. Соның жолдасы Гүлзора келіні үйдің кенже келіншегі қара шаңырақта шалды бағып. Мынау менің екінші балам Серковия. Қызылордада тұрады, онкологический больницада медбрак жұмыс істейді. Мынау жолдас балам келіннің аты Гүлзира. Мынау үйдің кіші ауылы Мерей деген. Үйде кіші ауылы. Осы тұрды Рахмет. Ал енді қадірлі ағайын, жақсылап жайғасып алдарыңыздар, астармен алдырыңыздар. Әулетіміздің үлкендері, көкелеріміз жақсы тілегіменен майданның үлкендері дастарханды ашып беріп жатыр. Дастарханды ашып деп жариялап алдарыңыздар, астармен алдырдыңыздар. Енді екі әулеттің үлкендері де дастархан аштыру бақытын бұйыртып жатырмыз. Себебі майдандардың үлкендері дастархан ашса, енді осы көкелерімнің үлкендеріне де бірден тілек беріп кетейін. Не болады сіздерге ұстап беріп отырмын. Рахмет, танысуатыңыз. Мына енді сіздердің кеше біздің қызымызда қолдарға нетіп оң болсын. Тойларын тойласын әрқашанда осындай қуанышқа, үлкен осы дастарханын әрқашанда жайлаймыз. Мың жылдық құда болайық, мың жылдық құдағай болайық, оң болсын бәрі. Барша әкелеріміз бар, барша аналарымыз бар. Сол кісілердің құрметі үшін бір жақсы ән болсын, той құтты болсын ағайын. Анам, құлақ түрші құлыныңның әніне, әкем, атыңды мен ұлықтаймын әлі. Сәрдегі жұлдыздардың сәулесі, ұқсайтындай сағыныштың дәміне. Ата-ананың мейірімі таралған күн сәулесі, түскен жердің бәрі
барша әкелер аналар аман болсын. Қазақ айтады ғой, әкеден асқан қорған жоқ, әкеден асқан орман жоқ, әкеден асқан дана, әкеден асқан пана жоқ дейді. Сондықтан асқартау әкелеріміз аман болсын, ақ жаулықты аналарымыз аман болсын дейміз. Тойларыңыз той қыласын. Бүгін енді кереметтей жақсы құдалықтың көркін келтіріп, ағайын туыстың, жақын жекжаттың басын қосып, менің Мұсабек ағам өзінің даладай көңілімен, баладай пейілімен аппақ дастарханын жайып жатыр. Той қыласын. Енді құдалар жақтан жақсы бір тілек алғым келеді. Болса енді құдаларда осы Асекеңнің нағашылары болса, сосын және де біздің Гүл Сезімнің нағашылары болса, мен жақсы тілекті ұсынайын. Бірақ енді отырып емес, мен үлкендер болғасын барып енді микрофон ұсындым. Ортаға келсеңіздер жақсы болар еді. Билеп келіп тойдың көркін келтіріп кішкене келіңіздер. Жалпы құдалар жақтан нағашыларды шақыртамыз. Келіңіздер. Аман болайық әрқашанда. Ылғи дастархандарымыз әлі осындай болсын. Төлген күніміз осындай болсын. Аман болайық әрқашанда. Мына екі баланың арқасы ғой. Екі бала бақытты өздеріндері сау болсын. Бәріміз де тойымыз той қыласын. Балдардың қызығын көріп, бәріміз де тойлап жүре берейік. Тойымыз той қыласын, екі бала бақытты болсын. Мен Алмагүлдің тәтесімін, Алмагүлдің мамасының жалғыз сіңлісі бол. Тойларың той қыласын, екі бала бақытты болсын. Азыр қауым келген адамдарға өтсін. Той екі баланың арқасы ғой, таныстырып жатқан. Тойларын той қыласын, екі бала бақытты болсын. Қалған алтын көпірлері берік болсын, екі ауылдың ортасын шалғыла берсін. Осы жерге құтты келін болсын, балдар бізге құтты күйеу бала болсын. Тойларын той қыласын. Бүгінгі той құтты болсын, екі жас бақытты болсын, Гүлсезім, Жаслан бақытты болыңдар. Алға баса беріңдер, жолдарын әрқашан ашық болсын. Біз осы жерде Алмагүл тәтемнің үлкен апасының қызы боламын. Туған апасының, сол атынан келіп тұрмын, күйеуіміз екеуміз. Және сіңілім бар қасында. Екі жас бақытты болсын, осындай жиынымыз көп болсын, тойымыз көп болсын деймін. Баршаңызға құтты болсын. Құрметті бүгін тойға жиналған құдалар, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Осы екі жас бақытты болсын, Гүлсезім мен Жасланға осы өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Әрқашан жолдары ашық болсын. Не деймін енді, осы құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Бар жақсылықты тілеймін, аға. Барлығы құтты болсын, оң болсын. Осы серік пен берекеде жұғысты болсын. Келіңіз құтты болсын. Жастар бақытты болсын. Шаңырақтары биік, терезелері тең, керегелері кең болсын. Өбірлі шұғырлы болсын. Неше күн той тойлап жатырмыз ғой. Жақсы өтіп жатыр бәрі. Жастар бақытты болсын, барлықтарыңызға жұғысты болсын. Тілектердің бәрі қабыл болсын. Ассалаумағалейкум, барлықтарыңызға. Рахмет осылай сыйлап шақырып отқандарыңызға. Не дейміз, мәге осы Гүлзира апамыздың бір аунап жатқанша ол кісіде. Осы сол кісінің көре алмай қалған қызықтарын, осы артында қалған ұрпақтарына, бауырларына, барша туыс туғандарына бұйырып, барлықтарыңызға той болып, құтты келін болып, аман-сау жүре беріңіз. Әлде берік бар, серік бар, бұйырса тойға келе берейік. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әрдайым той болсын, екі жас бақытты болып, өмірлі, шүбірлі, үлкен бір отбасы болуына тілектеспіз. Рахмет. Рахмет. Айтқан тілектеріңіз Алланың қабыл етсін. Ал бір суретке түсіп алайық енді. Келем. Құданы ортаға алып, Мұсабек аға келіңіз. Енді кеше ана үлкен той болғасын шамалы дейді
азайдың қыраты көтерген тілектің тілегі көп болды. Бүгін енді биді көбейтеміз, сондықтан құдалар билейміз. Кеттік ал. Жастар жағы қайда? Тұрайық орнымызда. Баршаңызды биге. Той құтты болсын. Достар қайда? Мәкеңнің достары. Училище дейді, бұрынғы училище, қазір колледждің директоры. Ақиқатта. Ислеу Брахаш. Ал рахмет. Жақсылап жайғасайық, той құтты болсын. Енді жаңа әлгінен айтып атқан біздің жаңағы Мұсабек ағамның інісі бар ғой, Қазаншы Серік деген. Соның енді атынан осы мына өнер мектебіндегі інілері келіп сіздер үшін қызмет көрсетеді. Сондықтан алдарыңызда Нұрдәулет, Асырбек деген азаматтарға бір қол соғып қойыңыздар. Söylese kara kanka
нағашылардың тілегін алып жатырмыз. Енді өзіміз жақтан осы жерде Мусабек ағамдың нағашылары бар, және де біздің Жасұланның нағашылары бар. Осы әулеттің бұрыннан келе жатқан құдалары бар, құдағилары. Сол сияқты мәңгі құда болып жүріп орналаса бердер. Ал енді мына ел осы жиналып бешеуіне бір бас қосып көп жер барып жатқанымыз осы екі баланың арқасы. Екі бала таныстығымен осы ортамызда толтырып дастарханда шығып таныстырып жатқан осы балалардың бақытын тілейміз. Бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын. Осы мына Мусаның ендігі жерде осы ақ қызықтарын Мусаға көрсетсін. Жақсылықтарын, қызықтарын. Ендігі де мына енді әлі Мусаның әлі тойы көп алда. Соған енді осы оң қол болады деп есептеймін осы келінде. Сондықтан бәрімізге де осындай той жұғысы болсын. Үйлеп бірге жүрген балдар үйленсін, қыздар бақытын тапсын. Осы бақытты бәрі де жалғастыра берсін. Балдар бақытты болсын. Құтты болсын. Көрге отырып бүгін құда болып жатқан сіздердің тойларыңыз құтты болсын. Құда екі жақ бүгіннен бастап мінекей жорға жүреді, дорба жүреді, ал көпір болып жатыр. Соның барлығын құтты болсын деп айтамын. Бүгінгі тойда мынау екі баланың бақыты, Жасұлан менен Гүлсезімнің бақытты болсын, махаббаттары қардай мәңгілік аппақ болсын. Мынау сол Жасұлан менен Гүлсезімнің бақытын, рахатын Муса өзі көрсін. Қатты толып кеткен. Гүлсезім бір толып жатқан шығар. Аунап түсіп, көрмеймін деген адам емес, Алла тағдыры солай болды. Той құтты болсын, мәңгілік болсын, жаңағы жорға, дорба, алтын көпір құтты болсын. Құрметті құда-ағайлар, келген қадамдарымызға нұр жаусын. Майдандар әулетағына келіндеріміз құтты болсын. Сағынан болсын, балдар бақытты болсын. Советіна осы балдардың әрі әкесі, әрі анасы қолын зирастаған осы балдарды үш баланы аманат деп кетті. Қалған қызықты өзің көре бер, немере көр, шөбере көр, осы балдардың басшысы болып Алла денсаулық берсін саған. Ризамыз ғой, неше күннен бері әйтеуір тойды жақсылап өткізіп жатсыңдар. Құдашалар, құдалар бәріне рахмет, ризамыз ғой. Мен өзім Асанның қызымын, Күліктің әйелімін. Бір жағынан ағайын боламыз сіздерге, біздер Күлікпіз біз. Сол балдар бақытты болсын, ата-анасына мейірімді болсын, құдалығымыз мыңжылдық болсын. Дастарханымыз ылғи тойға жайылсын. Екі жақ әйтеуір араласып, осы тойда кездесе берейік, той жалғасын тапсын, тағы балдар да бар ғой. Сол аманшылық болсын, дастарханыңда ылғи тойға жайылсын. Мына тұрмыс шыққандарың құтты болсын. Екі тас бақытты болсын. Бәрі қызын көріп, соны куәті болып құтты болсын тойларың. Ассалаумағалейкум. Тойшы қауым, оның ішінде Майдандар әулеті, тойларыңыз құтты болсын. Алып жатқан келіндеріңіз құтты болсын. Жаңағы құдалар, қош келдіңіздер. Екі ортаға салып жатқан алтын көпірлеріңіз мәңгілік болсын. Сөйге, бағанадан бері талай тілектер айтып жатыр, құтты болсын, балдар бақытты болсын. Жасұлан, Гүлсезім айналайын, бақытты болыңдар. Гүлсезім біздің тәтеміздің жағып кеткен түтінін ұшырып жүре беріңіздер, бақытты болсын.
Аллам осы алдағы уақытта серік пен беріктің тойын көруге бәрімізге нәсіп етсін. Той құтты болсын. Тәрбие көрген, орталары жақсы, бір-бірінің сөйлей білетін, ағайынды, жолдастай, ағайындай сөйлей білетін азаматтармен азаматшалар, біздің құдашаларымыз да бар, құдайға шүкір. Сондықтан мінекей, Бәке, бүгінгі Мұса, басына келіп жатқан мынау келініңдердің қадамы құтты болсын. Мынау жасылан айналайын, үй болу оңай. Үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Оның өмірде барлық қызығы да шыжығы да болады. Соның бәрінен екеулеріңіз мойындарыңызға алып, соны мынау мамаларын көрмеген қызығын отырарында осы біз әрі құдам, әрі досым, әрі класстасым, соған жақсы қызмет істеңіздер. Құдайға шүкір мына ойында серік бар, берік бар, жас бар. Өздері Гүзелиядан кейін де мынау біздерген қарындастары бар, келіндері бар. Құдайға шүкір оттың басында мәкет басшылар жасап. Мінекей, мен папаларымның шайы уақытында беріп, шағасын кірлетпей, осы кісіге жақсы қызмет істеңіздер. Мына құдалар, ата ағайындар, бүгінгі түрме шыққандарыңыз құтты болсын. Қыздарыңызды уайымдамаңыздар, жақсы оттың басында, жақсы болады. Тек осы балдардың жақсылығында, қуанышында, алда бірге жазып осы балдардың қуанышында бірде ортақтасып, осындай тойға кездесуге алда нәсіп етсін. Аман болыңыздар. Мінекей, кешана үлкен бір қарт кісі үйді зонап бір мінекей өзінің батасын беріп, құттықтау жасады. Құдай сол кісіге денсаулық берсін. Қарты бар үйдің қарттары өзі қазына ғой деп оттың осыдан. Сондықтан мінекей сол кісілеріңіз аман болсын. Тек жақсылықта, тойда келсін, алда нәсіп етсін. Бақыт болсын. Құрметті құдалар, төрге шыққан болғандарыңыз құтты болсын. Екі жақтың да негізгі мақсат, басты арманы екі баланың бақыты ғой, екі бала бақытты болсын. Екі жаққа тең көрсетсін. Осы жерге қуаныш құтты болсын, той қаласын. Кешеден бері қанша той жасап, осы балдардың бақыты үшін үлкен тер төгіп жатсыз. Алла сізге қуат берсін, денсаулық берсін, балдар бақытты болсын. Екі жақтың ауыз мүсілігі болып, осындай құдалығымыз 10 жылдыққа жалғасып, 100 жылдыққа жалғасып, аман есен жүре берейік. Алла амандық берсін, той қаласын. Бәрекелді, рахмет. Айтқан тілектеріңіз Алланың құлағына жетсін. Бір сурет кетсек, Мұсабек аға, айтылған тілектен кейін алдарыңыздағыдан кішкене Лениннің суынан алдырып отырыңыздар енді. Мына шариғатта өзі ішіп отқан адамнан гөрі ішіп отырыңыздар деген адамға күнә көп артылады дейді ғой. Сондықтан мен енді көп күнәні мойныма арта бермей, бүгін той, бүгін қуаныш. Асылбек ау. Енді сіздермен кішкене бір шамалы сый-сияпаттармен бөлісіп қойғымыз келіп жатыр. Әлі құдалығымыз жалғасады, үлкен тамағымыз бар, кәде кәуметіміз бар, құйрық бауырымыз бар деген сияқты ағайын. Мен енді мына Ғасырбекті шақырып жатырмын. Қазір Ғасырбекке кез келген бір әнді осы гитараның сүйемелдеуімен ойнатам. Сол әнді тауып, қандай ән екенін біліп, бір куплет қайырмасын айтып берген адамға мен сыйлық беремін ағайын. Сондықтан мына тойдың сәнін, ажарын, базарын кіргізіп отырыңыздар. Бірінші ән. Келіңіз, шапалауын қояқсылы. Рахмет. Қандай ән? Ақшағасында. Өзіңмен арыстым, бойында таныстым, жайнаған гүлдей қорғым сен, жағада тұрдың сен, жаз еді ол күндей,
ешқандай қиындығы жоқ. Бұл енді әудемейдің қазақ жоқ екенін білдіретін нәрсе ғой. Тем более қазір заман дамыған 21 ғасырда өмір сүріп жатсыздар. Оның үстіне караокеге бармайтын адам жоқ қазір, иә? Кеттік, қазір келесі. Құдалар жағы активность болайық, достар жағынан. Келіңіз, жезқазған. Қандай өлең? Ескі естәндерден сіздердің замандарындағы әндер ғой. Сәлем аға. Келіңіздер аға. Ал, қошемет. Қалғанда көмектесіп тұрамын өзім келсеңізші. Kеттік ал. Кім айтады? Кім айтады? Құда кел. Ой, шапалақ ойна. Рахмет. Ақ сәуле
біз. Құдай қаласа. Рахмет. Алла разы болсын. Бізді сарылмайдай сақтап, дәстүрімізді дәріптеп жатырмыз. Соның бір құдалықтың бір символы ретінде осы мына құйрық бауыр деген дүниені ортаға алдырғымыз келеді. Құйрық бауыр. Жеңгелер дайын болса, құйрық бауырды алып келейік.